Қазақ жылқысының қилы тарихы. Еуразия континентін дүр сілкіндіріп, адамзат тарихының өзгеше өрбуіне ерекше әсер еткен көшпенділер даңқы ежелгі дәуірлер қойнауынан жаңғырып жеткендей. Әсіресе Сахараны шаңдата жүйткіген тұлпарлардың тұяқ түбірі құлағынан кетпейді. Сәйгүліктер сол даңқты бабаларымыздың айырылмас серігі болатын. Жылқы малы мінсе көлігі, жесе тамағы, ішсе сусыны, кисе киімі ретінде халық тіршілігі мен ел экономикасының да негізі еді. Көшпенділерді жылқысыз елестету садақты жебесіз атқанмен бірдей екені түсінікті. Жылқы тек төрт түліктің бірі ретінде ғана емес, көшпенділер тіршілігінің тірегіне айналған соң, оның салт дәстүрі мен өмірлік философиясынан көрініс таппауы мүмкін емес. Бүгінде ғылым мен техниканың дәуірі жүріп, жылқының маңызы бұрынғыдай болмаса да, жылқы десе ішкен асымызды жерге қойып, елегізе елетіп отыратынымыз соның айғағы болса керек. Біз әдетте өзімізді жылқы мінездес халықпыз деп мақтанатынымыз бар. Бала кезімізде де аналарымыз құлыншағым деп еркелетсе, құлдыраңдай шауып мәз болатын кезіміз есіңізде болар. Арғы-аталарымыз да ат жалын таратып, азамат болғаннан бастап, ана дүниеге аттанғанша аттан түскен жоқ. Сонау Элдададан бастап, қиырдағы Египетке дейін кентаврлар туралы аңыз қалдырды. Достарына құшағын айқара ашып, қастарымен ат құйрығын кесісті. Ал қателессе, ат шапан айыбын төледі. Еліне қауіп төнгенде аттандап жауға шапты. Осылайша, жылқы тек көлік ретінде ғана емес, философиясы мен мәдениетінен, тілі мен қисса дастандарынан орын теуіп, халқымыздың бөлінбес рухани дүниесіне айналды. Әйтеуір, аталарымыз жылқы малына ат үсті қараған жоқ. Тегіміз түркі, көлігіміз жылқы деп, оны басқа түліктен артық санады. Кешегі елбасының ұлы даланың 7 қыры мақаласында да жылқы малын қазақтың брендіне айналдыруды сөз еткен болатын. Өте құптарлық іс. Кешегі бабаларымызға төл тарихымызды бірге жасасып, даңқымызды әлемге жайған жылқы түлегінің еңбегі мен атқарған рөлін жоққа шығара алмайсыз, айдан анық. Керісінше, оларға қарыздар екенімізді мойындауымыз керек. Жылқы қашан пайда болған? Ғалымдардың сөзіне сенсек, жылқының пайда болу тарихы осыдан 65 миллион жыл бұрын басталған екен. Ол кезде қазіргі кездегідей биік те сымбатты болмаса керек. Яғни, арқасы бүкір, құйрығы ұзын, көлемі қанден ит сияқты бір түрлі жануар болған деседі. Ол жануарды ғылымда Эохипус немесе Хирокетрия деп атайды. Бұл хайуанның алдыңғы қолында 4 саусағы, артқы тұяқтарында 3 саусағы болып, бұталар мен жас ағаштардың жапырақтарымен қоректеніпті. Ал 25 миллион жыл бұрын климаттың өзгеріп, ағашты ормандар мен бұталы алқаптар, ұзын шөпті шалғындар құрғақшылыққа ұшырап, жер бетінің кебе бастағаны мәлім. Осы құбылыстан кейін тау-тасты далалардың пайда болуына орай, эволюция заңдылығына сәйкес жылқының арғы тегі де өзгеріпті мыс. Осылайша, тұрқы пониге, бас сүйегі мен тізесі қазіргі жылқыға ұқсас басқа тіршілік иесіне айналыпты. Бұрынғы жұмсақ айыр тұяқтары қатты тұяққа өзгеріп, енді секіріп, жылдам жүруіне жағдай туыпты. Арада 13 миллион жыл өткен соң, дене тұрқы киіктей 3 айыр тұяқты жылдам шауып жүретін гиппарион деген жаңа жануарға айналса керек. Уақыт өткен сайын жылқы тұрпаты да сатылап, өзгеріп, бүгінгі түріне еніпті. Рас өтірігін кім білсін, қазіргі ғылым осылай деп болжам айтады. Десе де, жылқының жаңа тарихы оны адамдардың үйретуінен кейін басталды. Жылқыны ботайлықтар қолға үйреткен. Бертінге дейін тарихшылар жылқы алғаш рет Еуропа жерінде қолға үйретілген деп санап келген. Тек ботай мәдениеті ашылғаннан кейін жылқының алғаш рет солтүстік Қазақстанның аумағында қолға үйретілгені ғылыми түрде дәлелденді.
Ботайлықтар жылқыны тек қолға үйретіп қана қоймай, қымыз ашытуды да тұңғыш ойлап тапқан. Олардың қымыз ашыта білгендігінің дәлелі табылған қыш ыдыстың қабырғасындағы май қышқылдарының дағымен байланысты. Ал ыдыс қабырғасындағы дақтар бие сүтінің ізі екені анықталған. Америка археологы Дэвид Энтони 2007 жылы жарық көрген «Жылқы дөңгелек және тілдер» атты кітабында бұл аймақтағы жылқының қолға үйретілу мезгілі шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 2500 жыл деп жазды. Яғни жылқының қолға үйретілгеніне шамамен кем дегенде 4500 жыл болды деген сөз. Ботай мәдениетін зерттеушілер тұрақтың 6000 жыл бұрын құрылғанын айтады. Мыңжылдықтармен есептесек, екі болжам бір-біріне өте жақын. Жылқының қолға үйретілуі адамзаттың өндірістік қуатын арттырып қана қоймай, сонымен қоса әлем тарихындағы мәдени революция болғаны анық. Бұл туралы әлемге танымал ғалым Сандра Олсен: менің ойымша, жылқының қолға үйретілуі адамзат тарихындағы ең шешуші оқиға болған. Александр Македонский мен Шыңғыс ханды қоса алғанда, барлық ұлы империялардың негізін қалаушылар жылқысыз ештеңе істей алмас еді, деп адам баласы үшін жылқының маңызы қандай болғанын айшықтай түседі. Жылқытанушы қазақ ғалымдары болса, жылқы түлігі ақпарат алмасуды тездетіп, өркениеттің пайда болуына әрі ғаламдық тарихтың бір-бірімен байланыс орнатуына айрықша ықпал еткен деп тұжырымдайды. Қазақ даласындағы жылқының тарихы әр кезеңде жаңа бір сатыға көтерілді. Кентаврлар олар кімдер? Арийлер жылқыны ерекше қастерлеп, шексіз құрмет көрсеткен. Ғалымдар арийлерде жылқының 3 түрлі тұқымы болған деп санайды. Олар тауда жүруге ыңғайлы аласа жылқы, ұзақ жүруге ыңғайлы шыдамды қазанат және қазіргі Түркменстаннан ақалтеке жылқысы арғы тегі саналатын ұшқыр тұлпар. Әсіресе арийлер арасында ұшқыр тұлпарлар жоғары бағаланған. Әлемде алғаш болып 2 доңғалақты арбаны ойлап тапқан арийлер. Оған ұшқыр тұлпарларын қос-қостан жегіп алып, сары далада сағымша жүйткіген. Оның ескерткіштерін қазақ даласындағы жартасқа салынған суреттерден көруге болады. Келесі сақтар кезеңінде де жылқының рөлі арта түспесе кеміген жоқ. Дала төсінде үйір-үйір жылқы өргізіп, соның арқасында атағынан ат үркіп, қаһарынан дұшпанның тізесі дірілдеген атты кавалерия құра білді. Бала-шағасын бастап, тіптен әйелдерге дейін ат құлағында ойнауды игерді. Сонымен бірге Геродот жазбаларында сақтардың аттарына да мыстан кеудені жауып тұратын сауыт кигізіп, жүгендері мен шылбырларына дейін алтынмен әшекейлегені айтылады. Яғни жылқыны адамнан кем көрмей, өздерінен қаншалық сәнденсе, аттарында соншалық дәрежеде әсемдеп отырғанын байқаймыз. Алтын адам соның бір ғана мысалы. Тіптен сақтардың патшалары мен қолбасшылары өздерінің бас киімдерімен бірге мінген аттарының төбесіне де лауазымдық белгі таққаны туралы деректер бар. Мұндай мүйізге ұқсайтын белгілерді жыға деп атаған. Өзіңіз кинодан жиі көретін мүйізді жылқылардың қайдан шыққанын енді түсінген боларсыз. Мүйізді тұлпарлар өзіміздің ел таңбамызда да бейнеленген. Ал ғұн кезеңінде осы жылқының арқасында бір шеті Қытайдың Сары өзенінен сонау Балқан тауларына дейінгі ұлан-ғайыр аумақты икемденіп, ұлы империя құруларына мүмкіндіктері болды. Мәңгілік империя саналған Римнің өзі ғұндардың алдында қауқары болмай шықты. Еділ бастаған ғұн жауынгерлерінен тас-талқан шығып, жеңіліп, ақыр соңында тарих сахнасына келмеске кетті. Ең қызығы, тарихшылардың айтуынша, римдіктердің жеңілуіне ғұндардың технологиясының мықтылығы әсер еткен. Мұндағы мықты технология ғұндардың атты жауынгерлерінің ер жүректігі мен әскери қару жарағында емес, ат әбзелдерінде екен. Нақтырақ айтқанда, олардың ерлерінде үзеңгі болған.
Үзеңгісі жоқ Рим атты әскерлері жай соққының өзінен атынан аунап түсіп, сайыс үстінде дәрменсіздік көрсеткен. Ал ғұндар болса, үзеңгінің арқасында атта орнықты отыруымен қатар, найзамен түйреп, шоқпар үйіргенде ептілік танытқан. Осылайша, осы бір елеусіздеу үзеңгінің өзі адамзат тарихының өзгеше өрбуіне мұрындық болыпты. Ата-бабаларымыз тек жылқыны қолға үйретіп қана қоймай, ат әбзелдерін уақыт өткен сайын түрлендіріп дамытып отырған. Қазіргі сәнге айналған ұзын қоныш жұмсақ табанды етіктер мен шалбарларды да осы атқа мінуге қолайлы болу үшін бабаларымыздың ойлап тапқан әмбеге аян. Бұл ұлы бабаларымыздың жылқының арқасында жеткен жетістіктерінің бір парасы ғана. Тарихи мәліметтер бойынша алғаш атқа мінген бабаларымызды көрген гректер адам басты жылқылардан қатты қорқып, неше түрлі аңыз миф шығарыпты. Кентавр сөзі содан пайда болған. Қазіргі күні батыстың фильмдерінде кентаврлар жайында сюжет көп кездеседі. Батыр бабаларымыздың даңқты тарихы адамзат көкірегінде әлі де сайрап жатыр. Жабы мен қазанат. Халқымыз үшін кейінгі түркілер дәуірінен бастап, ұлт болып қалыптасқанымызға дейін де жылқының рөлі еш кеміген емес. Алпамыстың байшұбары, Қобыландының тайбурылы, Қамбардың қарақасқасы, Ер тарғынның тарланы, Қабанбайдың қубасы, Ақан серінің құлагері секілді тұлпардың даңқы бізге аңыз болып жетті. Десе де, қазақ халқының жылқы тұқымының екі түрлі бағыты қалыптасқан. Біріншісі еті мен сүті үшін және күш көлігі ретінде өсірілетін жылқылар. Мұндай тұқым түрі жабы деп аталған. Қазақтың жабы жылқысы жайылымда жақсы әрі тез семіреді. Еті көп те дәмді, сүті мол да нәрлі болып келеді. Ыстық пен суыққа төзімді, ортаға бейімделігі, жұмысқа көнбіс, әрі тез арымайтын жабылар шаруашылық үшін таптырмайтын жылқы болып саналады. Дегенмен, мұны жорық аты ретінде мінбеген. Қанша жүйрік болса да, жауға мінбе жабыны деп, оны сәйгүліктерден төмен санаған. Ал екіншісі, бетегелі бел мен найза ұстаған, ерге ғана бітетін аузымен құс түстеген сәйгүліктер тұқымы. Мұны қазақта қазанат деп атайды. Жоғарыда аталған байшыбар мен тайбурыл, қарақасқа мен тарлан, қубасат пен құлагер осы қазанаттардың жарқын легі. Мұндай сәйгүліктер соғыста әскердің күші болса, бейбітшілікте бүкіл рудың атын шығарған бәйгелерге шапқан. Мұндай тұлпарлардың құны ердің құнынан кем түспеген. Көк мойнақтың үйірі қайда кетті? Қазақ жерлерінде өсірілген жылқылар басқа халықтар арасында да өте танымал болды. 19 ғасырдың 80-ші жылдары Австрия подполковнигі Дандевиль Орынбор даласына арнайы сапар шегіп, Австрия армиясы үшін 3000 қазақ жылқысын сатып алғаны туралы деректер кездеседі. Тіптен бір және екінші дүниежүзілік соғыс майдандарында да көптеген қазақ жылқылары жіберілген. Бірақ қазақты отарлауды көздегендер оларды қалайда аттан сүруге барын салды. Ол үшін қазақтардың жылқысын азайтып, қазанаттардың тұқымын жоюға тырысты. Мәселен, 1880 жылдары Австрия-Венгрияда 3,5 миллион, Германияда 3,3 миллион, Францияда 3 миллион жылқы болса, 1879 жылы алынған санақ бойынша Қазақстанның бір ғана Орынбор облысында 1,8 миллион жылқы болғаны көрсетілген. Ал 20 ғасырдың басындағы нәубеттерден кейін бүкіл Қазақстанда 8 миллиондай ғана жылқы қалғандығы айтылады. Ұлттық байлығымыз саналған осыншама жылқы кеңес үкіметінің солақай саясаты салдарынан да азая түскен. 2018 жылғы санаққа сенсек, еліміздегі жалпы жылқы саны бар жоғы 2,5 миллионның шамасында екен. Қазақтың басына келген нәубет жылқыларынан да айналып өтпеген. Осылайша, кезіндегі басқа жерін ошақтай оятын асыл тұқымды тұлпарлардың да қатары сиреп,
ыңғай мәстектер мен қой торлардың күні туыпты. Енді өз қазанымыздан айырылған соң шекара асып өзге елден тұлпар іздейтін күйге түсіппіз. Тыңдаған болсаңыз, Елдос Еміл орындайтын «Көк мойнақтың үйірі» атты біздің қасіретті тарихымызды жылқы малымен байланыстырған таңғажайып жыр бар. Осы жырда қазақ даласындағы асыл тұқымды жылқылардың қалай қырылғаны баяндалады. Бүгінде әлемдік аренада бәсі жоғары жылқы тұқымы көптеп кездеседі. Олардың қатарында Ақалтеке тұқымы, Жәуміт тұқымы, Қарабайыр тұқымы, Араб тұқымы, Таза қанды Ағылшын тұқымы, Дон тұқымы, Буденный тұқымы, Украинаның ұлттық тұқымы секілді асыл тұқымды жылқылар бар. Дегенмен біздің де жергілікті жылқы тұқымдарын асылдандырудың арқасында жеткен жетістіктеріміз аз емес. Бұл ғылымдарының докторы, профессор Болатхан Махатов біз кеңес кезінде ет пен сүт беретін бағыттағы жылқыларды өсірдік те спорттық бағытқа көңіл аудармадық. Бізге бұл саланы жақындатқан да жоқ. Батыс Қазақстанда ең алғаш рет сүтті бағыттағы күшім жылқысы өсірілген болатын. Одан кейін жабының бірнеше түрін біріктіріп, мұғалжар жылқысы шығарылды. Бұдан бөлек өзінің өсіп отырған ортасына жақсы бейімделген адай жылқысы қалыптасып келеді. Мұның ерекшелігі мініске төзімді әрі жүйрік жылқы. Алыс қашықтыққа шапқанда оған тең келетін бірде-бір жылқы жоқ. 150 шақырым ол үшін түк емес. Қазақ жылқылары біздің алтынмен бағаланатын ұлттық брендіміз болып отыр. Еуропаның асыл тұқымды жылқыларынан қаны бұрынғы жабайы тегінен өте алшақ кетіп қалған. Ал жабайы тегіне ең жақын тұрған біздің қазақтың жылқылары дегенді айтады. Ғалымның сөзіне сенсек, өзге елдер жылқыларын барынша асылдандырып, басқадан артық етеміз деп тыртық еткенге ұқсайды. Яғни, бұрынғы түп тегінен алыстап, жылқыға тән жақсы қасиеттерінен айырыла бастаған. Ендеше, алдағы уақытта қазақ жылқылары бұрынғы атақ даңқын қайтарып алуына мүмкіндік мол деген сөз. Қорыта келгенде, жылқы мен қазақтың тағдыры бір арнадан қатар аққан қос өзен секілді. Мейлі, техника мен компьютерге байланған бүгінгі заманда өмір сүрсек те, жылқыдан тағдырымыз бөлінбек емес. Қиқу көрсе делебесі қосатын тұлпарлардай, біздің де жылқы көргенде арқамыз ұстайтыны анық. Елбасы айтқандай, жылқы ұлы дала елінің бір қыры болып қала бермек.